Қайырлы күн құрметті көрермен, біз бүгін нөмірі 99 келешек мектебіндеміз. Бүгін бұл мектепте қалалық семинар өткізілуде. Қалалық семинарда жобалық оқыту негіздері, білім беру әдістері, STEM платформасы, ақылды сабақ сияқты бірнеше тақырыптарда іс тәжірибе таратылатын болады. Астана қаласы әдістемелік орталығының талдау және мониторинг бөлімінің басшысы Досмұхамед Анар Досмұхамедқызы боламын. Біз бүгін Астана қаласының келешек мектептерінің бірінде номер 99 жалпы орта білім беретін мектепте семинарға келіп отырмыз. Семинардың барысы, семинардың мақсаты жалпы білім беру ұйымдарында Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 139 бұйрығының негізінде жүзеге асырылатын эксперименттік режимде жүзеге асырылатын инновациялық жобалардың қорытындысы. Жыл аяғында осы мектепте жүргізіліп жатқан барлық жобалардың қорытындысы ретінде семинар жүргізіліп отыр. Семинар өте ауқымды тақырыпты қамтып отыр. Бұнда білім басқармасының бұйрығымен бекітілген жобалардан тыс, мектептің өз ішкі бұйрығымен бекітілген меморандум аясында жүзеге асырылып жатқан жобалардың қорытындылары ұсынылып отыр. Яғни енді спикерлеріміз жан-жақтан келген, оқулық орталығынан, STEM орталығынан және де мына Алматы қаласының бірнеше мектебімен меморандум аясында жұмыс жасап жатқан педагог те келіп қатысып отыр. Атап өтсем, әсіресе мына бүгінгі семинар барысында STEM-нің тек қана жаратылыстану бағытындағы пәндердегі маңыздылығы емес, жалпы кез келген оқу пәнін осы STEM аясында жүзеге асыруға болатындығын, STEM-ді қолдануға болатындығын атап өткен Жұлдыз ханым өте тамаша бір ақпараттар берді. Жалпы негізінен ашылғаны жаңа мектеп болса да, 99 мектеп қабырғасында өте ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Міне біз осы көріністі бүгінгі семинардан күтеміз. Сабақ барысында көруге сенемін, көремін деп. Сондай табысты, маңызды семинар болып отыр. Қайырлы күн, мен Астана қаласы номер 99 келешек мектебінің оқу ісі орынбасары Мақпал Қажығымарқызы. Бүгінгі күні біздің мектебімізде қала көлемінде даму векторы, яғни ізденіс тәжірибе тақырыбында қалалық семинар өтуде. Бұл семинардың мақсаты әріптестеріміздің қазіргі таңда қолданып жүрген инновациялық жобаларының тиімділігін көрсету. Бұл жобалардың ішінде атап айтатындай бізде ақылды сабақ, STEM және робототехника, магистрлер мектебі, салауатты тамақтану, қамқорлық жобалары бар. Қазіргі білім саласының алдында тұрған басты міндеттің бірі тек білімді тұлға емес, сонымен қатар ақпаратты меңгерген, оны өмірлік тәжірибесіне жүйелі қолдана алатын құзыреті жоғары азамат тәрбиелеу. Осы мақсатта біздің мектебімізде барлық мектеп ұжымы аталған жобалар негізінде бірнеше топтарға бөлініп жұмыс жасауда. Сондықтан біз осы жобалар негізінде жұмыс жасай отырып, магистрлер мектебі арқылы білікті маман, PBL арқылы білімді шәкірт және қамқорлық жобасы арқылы санасы жоғары жастарды тәрбиелеудеміз.